Қазір бір атадан, бір анадан туған балалардың өзі, жалпы бауырлардың өзі қанша жылдан бері бір-бірімен көріспей, араласпай кеткендер де бар, Жалпы соларға не айтасыз? Мынау ренішті 3 күннен асырмаудың даналығы неде осы тұста? Бұған бір екі түрлі жолмен жауап беруге әрекет жасайық. Бірінші, рас енді ол пайғамбар салам өзінің мешітінде отырғанда айтады, бауырларымен, ағайындарымен араласпайтын адам біздің мешітте отырмасын деп қайтарып тастаған. Сен кінәлісің ба, ол кінәлі ме, оны сұрап тұрған жоқ. Жаңағыдай. Сөйтіп мешітте ағайындармен араласпайтын адамдардың отырмасын дегені кемесін жоламасыншы деп отқан жоқ. Анау адамдардың несін ояту ғой. Жаңағы мұсылманшылығын, ақыретін есіне түсіріп дегендей. Екіншіден, мен өз басым имам болып жүріп, мына нәрсені енді түсіндім. Ол балдардың балиғатқа толғаннан кейін, қыз балдар балиғатқа толған кезде, қыз балдар балиғатқа етек кірі келген кезде толады. Ұл балдар балиғатқа бойынан алғашқы еркектік жаңағы ұрығы бөлінгенде айтылады. Енді бұрын ұялып айтпаушы, қазір енді мынау адамдар аман қалу үшін жаңағы айта беретін болдым, ұялмай-ақ. Сонда балиғатқа толған кезде бірінші ғұсыл парыз болады. Ғұсыл деген ауыз шаю, мұрын шаю, бүкіл денеге су тигізу. Сол балиғатқа толған ұл мен балиғатқа толған қыз тазаланып болғаннан кейін, ана қыз тазаланып болғаннан кейін ғұсыл құйыну керек. Егер екеуі де ғұсыл құйынбай жүре беретін болса, онда адамдармен бірге осы өмірде жындар да өмір сүріп жатыр. Сол жындар болған бір несін пайдаланып, бір сәттін пайдаланып, кіріп алатын болса, ол бірден шыға қоймайды екен, жүре береді екен де, кейін мойнына мініп алады екен де, желкелеп, ананы я құмар ойынға тығады, я тұрмысқа шықса төбелесіп қайтып келетін қылады, келін аса төбелесіп жіберетін, немесе жаңа араққа салынатын, нәрсе қылып жіберетін осы жындар екен. Осы жындар екен. Айтпесем, қаншама тәптеуір ата-аналардың балдарын қарасаң, анаған қарыз, мынаған қарыз, телефон өшіріп қашиып жүрген балалар, әкесіне қарасаң тамаша адам, анасы қандай керемет. Бірақ бала анау. Бар ма жоқ ондай? Бар. Тек қана жаман адамдардың ғана баласы бұзақ емес қой. Не бір жақсы адамдардың да балалары бұзақ болып жүр осы өмірде. Сөйтсек, сол балиғатқа толғанда ғұсыл қылу керек. Ғұсыл қылмасаң болмайды деп қадағалап, тексеріп, айтып отыратын ата-ана, жаңа ұстаз ғой. Ата-аналар және ұстаздар осыны айтып отырады. Сонда айтайын дегенім, сол желкесіне мініп алған екен ана жындар, қалай болса кетіп қалады екен біздің балаларымыз. Олар қай уақытта көбірек кіреді дегенде, әртүрлі жағдай. Жеке өзіңіз, адамның жеке өзі бір үйде жеке тұруы да негізі зиянды, негізі дұрыс емес ол. Негізі дұрыс емес. Көп біздің студенттеріміз, ұлдар, қыздарымыз қалаларға барады да квартирада бір өзі тұрады, общежитияда бір бөлмеде бір өзі тұрады. Сөйтіп кейде жаңағыдай бастырылып, қиналып қалатыны таза емес жерде бір өз ауыр келеді екен. Енді айтайын дегенім, қай жерде көбірек кіреді бұл жындар? Қай кезде көбірек болады дегенде, арақ ішіліп жатқан жерде көп болады екен. Мысалға қыз бен ұл жап-жас қой, балиғатқа толған. Жап-жас ұлдар, қыздар, ештеңеден өмірде несі жоқ, ешкімге арамдық, зұлымдық жоқ. Бірақ арақ ішіліп жатқан жерде кіретінбіз. Ол қандай дегенде, адамдар үйіне қонақ күтіп арақ қоятын болса, сол үйдің бала шағасы уже анау жындардың жетегіне кетейін деп тұр деген сөз ғой. Біріншісі бұл. Екіншісі дәретханаға қараңғыда кірген адам. Ал үшіншісі күн батқаннан кейін қоқыс тасталған жерде ойнайтын бала. Қоқысты басса, күн батқаннан кейін даладағы. Сосын ол кіріп алғаннан кейін бірден ауыз бас қисайып кетпейді. Ақырындап жүріп кейін бойына сіңіп алады да. Сосын оның отбасы болуы, оның бір жұмысты бір жерде қатырып бір жұмыс істей алмауы, ата-анасына қарсы сөйлеу, бауырларымен араласпай кетуі де осыған да байланысты болады. Сондықтан кейде біз адамның өзін жамандай беріп, бірақ оның өз еркі өзінде емес қой, жындар алып кетіп жатыр ғой оны. Жаңағыдай. Сол үшін бауырлардың ренжісіп, араласпай жатқандан жындардың да себебі бар негізінде. Негіз бар. Ал енді жарайды, ана бауыры айтқан істемей қойыпты. Ана бауыры бір затын алып бермей қойыпты. Ана бауыры тағы бірдеңемен ренжітіп қойыпты. Енді сомен араласпай жатқанымыз өз бала шағамызға қандай тәрбие болады? Өзіміздің бала шаға. Жарайды, ана бауырымыз нашар. Менің бала шағам көріп тұр ғой. Ағасымен араласпайтын, інісімен араласпайтын, бәрі көріп тұр ғой. Не тәрбие ол? Бұл қай жер көргенділік бұның? Оны реттей алмаса, орнына қоя алмаса, қандай тәрбиелік мәні бар бұның? Өгізге туған күн,
бұзауға да туады деп, ертең балалары да бір-бірімен араласпай жүреді. Өйткені олар әшейін араласпай жүре береді. Өйткені олар көріп қойған ғой өмірде. Әкесінің туған бауырларымен араласпай жатқанын көріп қойған олар. Болады екен ғой, араласпай қойса деген. Сондай нәрседе қалдырамыз. Сол үшін пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам 3 күннен артық ренжімеңдер деп жатқаны, ренжуге хақысы бар адамның. Біреу ренжіткен кез бар. Бірақ не үшін 3 күн дегенде, ана 3 күннің ішінде намаз оқиды адам, Құран оқиды, жол жүреді, біреулермен кездеседі да, ашу басылады да, мен де пендемін ғой. Анау адам намазын үзбей, Құранға көбірек көңіл бөліп жүретін болса ше, адамды азғырып тұратын шайтан қашады да, періштелер көбейеді да. Періште көбейген екен, ол дұрыс ойлау, дұрыс нәрселерге қадам басу деген жаққа көбірек жақсы пайдалы болады екен. Ал Құран оқымаймыз, намаз оқымайтын болсақ, онда сол азғырған 3 күн емес, 3 жыл емес өлгенше кетіп жататындар бар. Бұлар бұндай ағайынмен араласпай жатқандардың ішінде, намаз оқитындардың ішінде өте аз ағайынмен араласпай жүрген. Ал намаз оқымайтындардың ішінде өте көп араласпайтындар. Түсіндіріп айттым ба, айтамадым ба? Түсінікті аға. Алла разы болсын.